Армысыздар достар, YouTube каналымызда кезекті шығарылым бокс жайлы, жалпы көптен бері спорт тақырыбын қозғаған жоқ едік, қайтадан бастағалы отырмыз. Күні кеше ғана Дубайда жасөспірімдер және жастар арасында Азия біріншілігі аяқталды. Бокстан өздеріңіз жақсы білесіздер, Олимпиадада біздің боксшыларымыз бізді қуантқан жоқ. Бұл жолы сіздерге бір жақсы хабарымыз бар. Жалпы бұл Азия біріншілігінде бізді жастарымыз қуантты. Жалпы бұндай үлкен турнир алғаш рет өткізіліп отыр. Бұған дейін тек жастар арасындағы Азия біріншілігі болса, қазір енді жасөспірімдерді бірге қосты, қыздар, ұлдар. Ең көп делегация Қазақстан әрине, сонымен қатар Өзбекстан және Үндістаннан қатысты. Кейбір себептерге байланысты, әрине ол пандемияға байланысты болуы мүмкін. Оңтүстік Корея, Солтүстік Корея, Жапония, Қытай, Тайвань, Филиппин, Таиланд сынды елдер бұл жарысқа қатыспады. Көбінесе қатысқан осы Азияның батыс елдері, сонымен қатар Орталық Азия өз спортшыларын қатыстырды. Бірінші жасөспірімдер жайлы. Жалпы 13 салмақ бойынша жарысқа түсті. Алдымен ерлерге тоқталсақ, бұл жерде біздің балаларымыз жаман өнер көрсеткен жоқ. 4 алтынға ие болды. Ол Дамир Байпақов, содан кейін Төрехан Сабырхан, Адайбек Ниязбай және Бақтияр Анарбай. Енді Төрехан, Адайбек, Бақтиярдың кездесулерін қарадым, өте тамаша. Финалдағы кездескен қарсыластарының барлығы өзбекстандық боксшылар болды. Біздің жігіттер мінез көрсетіп, барлығы өте әдемі өтті. Әсіресе мысалы Төреханды айтуға болады. Төрехан Сабырхан бұл қазіргі ұлттық құрамадағы Махмуд Сабырханның туған бауыры екен деп әлеуметтік желіде жазды. Сол Төрехан мысалы бірінші раундта ұтылып тұрып, екінші, үшінші раундта жігер танытып, жеңісті жұлып алды. Ал енді Адайбек пен Бақтияр ол өзінің былайша айтқанда нақты бір әдемі ойын өрнегін көрсетіп, жеңісті алып берді. Бұл енді жасөспірімдерде командалық жеңіске жеткен Өзбекстан құрамасы, оларда 6 алтын болды. Ал енді қыздарға келетін болсақ, бұл жерде бізде қуантты. Жалпы біздің қыздарымыздың аяқ алысы жаман емес. Жасөспірімдер арасында құрамада да 4 алтын бар. Олар Виктория Байдукова, Ұлжан Сәрсенбек, Үміт Әбілқайыр және Аружан Жаңғабаева. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, бізде екі қызымыз 52 келіде Тамирис пен 63 келіде Әйгерім Қабдолова есімді қыздарымыз негізі қарсыластарынан 3-2 есебімен ұтылды. Бірақ мен ұтылды деп айта алмаймын. Негізі өте жақсы өнер көрсеткен еді. Бірақ дегенмен төрешілер қарсыластарына берді. Қыздарымыз өте жақсы жұдырықтасты. Сондықтан да бұл қыздарымыздың болашағы бар. Ал енді жасөспірімдердің ішіндегі яғни турнирдің ең үздік боксшылары ол өзбекстандық балалар арасында Фазледдин Еркінбаев болса, қыздар арасында Махи Рагав үндістандық боксшы танылды. Одан кейін күні кеше жастар арасында финалдық бәсекелер өтті. Бұл жерде де 13 салмақ бойынша. Атап айтар айтып кетер болсақ, жасөспірімдер арасындағы кездесулерде әр раунд 2 минуттан болып өтті, ал жастар арасында ересектер секілді 3 минуттан созылды. Бұл жерде енді біздің жігіттер ерледі. 13 салмақтың 8-інде чемпион болды. Атап айтар болсақ, Санжар Тәшкенбай, Нұрсұлтан Алтынбек, Әбдікәрім Әбдіғалым, Ерасыл Ермек, Елнұр Сүйімбай, Абзал Серік, Бақберген Әлиасқаров, Темірлан Мұхатаев. Екі жігітіміз күміс жүлдеге ие болды. Бұлар Мәди Әміров пен Даниял Сапарбай. 92 келі салмақта финалда жұдырықтасқан Мәди Әміров негізі жеңіл деп айтуға келмейді. Тек бірінші раундта төрешінің қателігі деп ойлаймын. Нокдаун алған жоқ еді, сүрініп кеткен еді, бірақ төреші нокдаунның есеп ашып, сол шешіп кетті. Негізі екінші-үшінші раундта Мәди өте жақсы жұдырықтасты. Бұл Мәдидің бірінші
басына болып жатқан жағдай емес, әлем біріншілігінде осындай жағдай болған. Ал енді бұл жердегі Санжар Ташкенбай өздеріңіз жақсы білесіздер, әлем чемпионы. Сондықтан да бұл жерде біздің жігіттер қамшы салдырмастан 8 алтын алды, Өзбекстан құрамасы 3 алтын, Үндістан құрамасы 2 алтынға ие болды. Бір айта кететін жағдай, 3-4 салмақта, немесе 4-5 салмақта қателескен болуым керек, Өзбекстан құрамасынан жарысқа түспеді. Қандай себебі екенін білмеймін, мүмкін сол жерде бір жағдайлар болған шығар. Егерде ол жігіттер қатысқан кезде мүмкін нәтиже басқаша болар ма еді. Ал енді қыздар арасында 13 салмақтың үшеуінде біздің қыздар чемпион атанды. Ол Милана Аюпова, Аида Сарибарова және 81-ден жоғары Диана Мағзуяева деген қарындастарымыз бас жүлдеге ие болды. Бұл жерде де айта кететін жағдай, бізде өте жақсы жұдырықтасқан қыздарымыз болды. Мысалы, Айшагүл Елубаева мен Жұлдыз Шаяхметова қарсыластарынан 3-2 есебімен ұтылғанмен, бұл қыздарымызды мен жеңіл деп айтуға келмейді. Негізі кейбір жағдайда бұрататқан кездер болды. Жалпы біріншілікте төрешілердің бір өрескел қатесі болған жоқ, бірақ кейбір, мысалы, кәдімгі қатты басымдық болып тұрған жерде де кейде, мысалы, 5 төрешінің біреуі аяғына шейін, мысалы, қарсыласқа беріп келген жағдай болды. Осындай жағдайлар түсініксіз. Енді жастар арасында ең үздік боксшылар, бұл қыздар арасында Нигина Уктамова болса, балалар арасында, яғни жігіттер арасында біздің Елнұр Сүйінбай үздік боксшы атанды. Сонымен қатар ұйымдастыруға келетін болсақ, ұйымдастыру жалпы жаман деңгейде өткен жоқ. Барлық қатысушыларға, әсіресе жеңімпаздарға, қатысушылар емес, жеңімпаздарға қаржылай сыйлық берілді. Қомақты деуге келмейді, бірақ дегенмен қаржылай сыйлықтың өзі де, былайша айтқанда, үлкен балаларға беріліп жатқан бір мотивация деп қабылдаған дұрыс. Жалпы командалық есеп бойынша алтын медаль жөнінде біздің құрама алда тұр. Бізде 19 алтын медаль, Өзбекстан құрамасында 17, Үндістан құрамасында 14 алтын медаль болды. Біз енді 4 жарыс болатын болса, бұның ішінде жастар арасында біз алға шықтық. Өзбекстан құрамасы жасөспірімдердің ішінде балалар арасында, сонымен қатар жастар арасында, қыздар арасында алға шықты. Қыздар арасында, мына жастардың қыздар арасында Өзбекстан құрамасы 5 алтынға ие болды. Үндістан құрамасы, олар жасөспірімдер арасында қыздар қатысқан турнирде көп алтын медаль жеңіп алды. Мінекей осындай, жалпы жастарымызға қарап отыр, біздің болашақ жастарымыз бар. Енді біздің бұл жерде мен танитын жаттықтырушылар, ол әрине біздің даңқты боксшымыз Аркадий Тапаев болды балаларда. Қыздар арасында Елдос Сайдалинді көрдім. Жақсы жұмыс жасалынған, жігерленіп тұр, бір өрескел бір дүние көрген жоқпыз. Жалпы резерв бар, енді жұмыс жасаса біздің болашақта жақын боксшылар болады деген сенім бар. Айта кететін жағдай, алдағы қазан айында әлем біріншілігі өтеді. Алғаш рет көптен бері өткен жоқ. Мен естіп білгелі 12 салмақ, одан кейін 11 салмақ болды, одан кейін 10 салмаққа түсті, Олимпиадада 8 салмаққа түсті. Қазір қайтып 13 салмақта бокстасатын болады. Бізде енді өткенде Бақтияр Атаевпен сұхбаттасқан кезде Қазақстан біріншілігі әлем біріншілігінен кейін өтеді деп айтқан еді. Ал біздің көршілес Ресей қазір өзінің елінде Ресей біріншілігін өткізуде. Осының ішіндегі ең үздіктерін әлем біріншілігіне апарамыз деп солай шешім шығартты. Біздікілер енді қазір осы уақытқа шейінгі құрамадағы жігіттерді жасақтап баратын шығар. Неде болса біз спортшыларымызға тек қана табыс тілейміз. Бокс бұл қазақтың спорты, үмітті үзбейміз, жақсы күндеріміз, жеңісті күндеріміз көп болады деген сондай сенім бар. Баршаңызға рахмет. Өте қызықты бокс үшін, өте жақсы жарқын жеңістер үшін жастарымызға, жас өспірімдерге және оны баптаған бапкерлерге мың алғыс.
Рахмет.